Ағымдағы жылдың 25 маусым күні үкіметтің баспасөз орталығында баспасөз конференциясы өтті. Кроме того, государство просто единовременную выплату выплачивает всем пострадавшим 100 МРП. Я вам сейчас это рассказал, сколько семей уже получило. Жиынға премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев, өнеркәсіп және құрылыс, төтенше жағдайлар министрліктері басшылығы қатысты. Мен сұрағым вице-премьерге. Мынау су тасқыны бойынша жанашырлық танытқан бір қатар кәсіпкерлер президентпен кездесіп марапатталған. Енді олардың тізімін кім құрады? Бұл ұсынысты сіз жасадыңыз ба? Администрация президента құрады. Неге енді бұл тізімнің ішінде Рақышев пен Тасмағамбетов кіргізбей кеткенсіз? Олардың қайырымдылық сәби деген қоры көмек көрсетті емес пе? Жоқ, ол мына кәсіпкерлердің саны өте көп. Қарасаңыз тең жартысы кірмеген ол жаққа. Сондықтан әлі де Құдай қаласа биыл біраз тиісті жиналыстар бар болса, ол кісілерді тиісті кіргізетін боламыз списоктарға. Олар 1,2 миллиард теңге бөлген Атырау облысына. 1 миллиард неден тағы үстінен 1 миллиард Жусан банктен алған қордан 2,2 миллиард жеткізген. Ақшаны қаражатта аз бөлгеннен кейін тізімге жоқ, просто протокол бар ғой. Қанша уақыт болады марапаттау. Өйткені марапаттау кезінде қарапайым ұлттық ұландарды, қарапайым спасательдерді, қарапайым полицейлер, қызметкерлерді марапаттады президентіміз. Сондықтан мына кісілерге кішкене уақыт жетіспеді. Бірақ болашақта осындай тиісті жиналыстар бар болса, біраз кісілерді тағы тізімге кіргізетін боламыз. Мына тізімді сіз жасадыңыз ба? Мына тізімді, мына қараңызшы, мынау СПО дейді. СПО-ға сіздер 58 миллиард бөліпсіздер. Мен осы өңірде болдым, қанша жерде су басқанын көрдім. Бұл жерге осындай шығын келеді деп мен есептемеймін. Мынау Атырау облысына және Ақтөбе облыстарында мынау ЗКО-да ақшалар мына жаққа аз бөлінген сияқты. Неге десеңіз, бұл жақта шығын өте көп. Осы қаражаттарды кім негізі бөлді өңірлерге? Әр өңірде техникалық қадағалау және бағалау жұмыстар жүргізілді. Қаншама судың астынан қалған үйлер, олар 100% зерттелді. Егер шығындар үлкен болса, біз сол өңірге көбірек қаржы демеушілік ретінде мен сізге сұрағыңыз. Мен өзім болғанын кейін айтып отырмын. Мен білмеймін, Мәдина тыңдаңызшы. Мен естідім сізді. Ол сіздің жеке пікіріңіз. Бірақ заңды бойынша қаншама үйлердің судың астында қалған, оларды зерттеп, шығындарын есептеп, соның негізінде тек қана соларға қаржы жіберуге болады. Жақсы, енді осы жақында сіз Ақтөбе облысында болдыңыз ғой? Болдым. Жаңа Ырғыз ауданы, Нұра және Мамыр ауылдарында болмай кетіпсіз. Ол жердің халықтар сіздің келгеніңізді біліпті. Бүгінгі ол кісілердің шағымдары бойынша құрылыс баяу жүріп жатыр, қора-қопсыны өзіміз сала алмаймыз дейді. Мектепте су астында қалған, сонда бала оқытуға қорқытып отыр екен. Енді осы мәселені қашан, қай уақытта барасыз сол кісілерге? Сол кісілерден бұл түскен уәж бүгін күнге біздің редакцияға. Қазір мен айтып берейін, цифрларды қарайыншы. А то как заготовка болып кетеді. Ырғыз ауданында 167 үй судың астында қалған. Көп сияқты. Зардап шеккен тұрғындар үшін 134 үй салынатын болады. 27 отбасы үшін дайын баспана сатып алынды. 6 үй жөнделетін болады. Көбісі жөнделетін болады. Биыл Ырғыз ауылында 50 үй салынуда. Қазір 11 компания қабырғаларды көтеріп, сыртқы кірпішпен айналысады. Нұра ауылында тұрғын үй құрылысы жүргізілуде, барлығы 74 үй салынып жатыр. Қазіргі уақытта 49 үйдің іргетасын орнату және іргетастарды құюға дайындық жұмыстары жүргізілуде. Қалған 25 үйдің траншеялары 2 күннен кейін дайын болады. Барлығы
10 мердігер жұмыс істейді. Сол қазір ауылдарға мен министрдің орынбасарын жібергем, как Қуаныштың фамилиясы? Қашкенов мырзаны жібергем, ол маған баяндады, жұмыс жүріп жатыр, бірақ келесі рет мен айттым, осы тамыз айында мен келіп кетем, нақты осы ауылға баратын түрім бар. Мектеп бойынша Мектеп бойынша шығындар жергілікті бюджеттен тиісті қаражат әкім бөліп отыр, оны қалпына келтіреді деп. Жақсы. Су ресурстары министрлігі, министрімізден сізге сұрақ, Жамбыл облысы Қордай ауданы Сарыбұлақ ауылы каналы бойынша ең соңғы бүгін күнге сол округ бойынша су жетіспей жатыр дейді. Шаруалар былтырғы жағдай қайталана ма деп қайтадан қазір шығып жатыр біздің редакцияға. Қазіргі судың тапшылығынан Қырғызстан мемлекетіне сілтеп жатыр дейді. Осыған байланысты өткен жылы құрылған су министрлігі Қордай ауданы бойынша су проблемасы шешілмеді деп шаруа бүгінгі қобалжып отыр. Бүгінгі күнде Қырғызстаннан келіп тұрған су 8-9 куб метр деп айтып жатыр. Бұл көлем ауданға жетпей отыр дейді. Осы себептен Сарыбұлақ округінің шаруалары қатты алаңдап, 2-3 ай тағы суару, өзіңіз білесіз, мәселесі бар. Сол былтырғы жағдай қайталанып кете ма деп отырды. Қырғызстан Республикасымен біз биыл келістік. Тиісті көлем 560 миллион шаршы метр көлемде су аламыз деп. Сіз айтып жатқан ГМК каналы бүгінгі күні осы 20 маусымнан бастап ол каналмен 12 текше метр су беріліп жатыр. Оға дейін 11, қазір шілде айынан біз тағда 13 текше метрге кестеге бойынша бекітілген кестеге сәйкес біз оны көтереміз, мына ауа райына байланысты. Ал Сарыбұлақ бойынша біз зерттеп көрейік, бұнда әңгіме отқан күнделікті алып жатқан ақпарат сол кестеге сәйкес су беріліп жатыр. Біз зерттеп көреміз, қосымша жауап берейін. Енді сол жердің шаруашылық қожалықтары биыл егістерін 70%-ке ғана азайтып отыр. Неге азайтып отыр? Әлде ол кісілерді нақты біліп отыр ма деген ғой енді. Осы жақында хабарласты, су берілмеді деп біздің редакцияға шықты. Былтыр ол кісілерді тағы біз түсірдік қой, өзіңіз білесіз ғой ақпараттандырды. Биыл көктемде Қырғыз гидрометтің болжамы бойынша судың жалпы пайда болатын судың көлемі былтырғы жылмен салыстырғанда 80% болады деген болжам болған. Соған байланысты біз жергілікті атқарушы органдармен осы болжамды көктемгі дала жұмыстарының алдына жеткіздік. Судың қысқаруына байланысты мынау суармалы жерде егістік жерлердің сол 15-20%-ға қысқарту жөнінде. Қазір біз көріп жатырмыз, судың көлемі, біз Қырғызстаннан алып жатқан суды көлемі, біз бекітілген кестеге сәйкес біз қазір алып жатырмыз. Жақсы. Қай кәсіпкерлердің көмегін қомақты қайырымдылық деп айта аласыз? Парная таблица жасақталды ғой. Қайсысын қомақты? Мысалы Каспий кезі 20 миллиард теңге бөліп отқан, Құлбаев Траулет 30 миллиард теңге бөліп отқан, ержі тобы 40 миллиард теңге бөліп отқан, Қазақмыс пен Казминералс тобы 40 миллиард теңге бөліп отқан. Ең қомақты қаржы олар құйып жатыр. Жақсырақ. Жақсы. Сауалым, қандай да бір мемлекетте төтенше жағдай жарияланған кезде бұл мемлекеттік деңгейде реттелінеді. Енді сұрайын деген сауалым, бізде қай бір төтенше жағдай орын алмасын, мемлекеттен бұрын бірінші кезекте халық жылу жинап басталып кетеді. Енді төтенше жағдайға дейінгі мемлекеттік материалдық резерв пен азық-түлік резерві жағдайы және төтенше жағдайдан кейінгі жалпы резервіміздің жағдайын туралы баяндап берсеңіз, және мемлекеттік резерв халықтың жылуына, халықтың көмегіне мұқтаж ба? Қожа Ахмет, ассалаумағалейкум, рахмет сұрағыңызға. Шын мәнінде бізде төтенше министрлігінің құрамында мемлекеттік резерв комитеті бар. Оның өзінің жаңағы жиған қорлары да бар. Осы көктемгі су тасқыны кезінде ол қордан өзіңіз білесіз, тікелей президент тапсырма беріп, президенттің тапсырмасымен барлық өңірлерге техникалар, өздеріңіз айтқан
қайықтар, су соратын, су айдайтын жаңағы нелер, мотопомпалар деген сияқты оның бәрі бөлінді. Әрине, ондай төтенше жағдайға шығарылған нәрселер ол бекерден бекер жоқ болып кетпейді. Сол жағында өңірлерге бөлінген әкімдіктерде және біздің төтенше жағдай министрлігінің сол аумақтық бөлімшелерінде ары қарап жұмысқа қолдануға қалады. Ал енді болашақта оның қайтадан қалпына толтыру жұмыстары жүретін болады. Биылдың өзінде сондай қалпына келтіру жұмыстарына 6 миллиардтан астам теңге бөлінген. Мен ойлаймын, уақыттың өтуімен оның бәрі қайтып қалпына келтірілетін болады деп. Рахмет. Екінші сауалым, ауыл шаруашылығы министрлігі тарапынан баяндалған болатын 12,5 мыңға жуық төтенше жағдай кезінде мал шығыны орын алды. Одан бөлек Батыс Қазақстан өңірлерінде зираттардың су шайып кеткен жағдайы тіркелген еді. Енді сұрайын деген сауалым, осы жағдайлар орын алғаннан кейін күннің күрт ысуы салдарынан елдегі ахуал қиындап кетуі мүмкін емес пе? Бұл сарапшылар да бұған алаңдаушылық білдірген еді. Мысалы, әрбір осы тиісті осындай орындарда химическая обработка өтті. Сонан кейін тиісті санитарлық қызметтер тиісті анализдарды алып отыр, ешқандай туындап отырған ахуал көрген емес. Журналист ол халықтың көзі, момынның жанайқайын жеткізер көптің үні. Дауысымыз қаттырақ шықса айып етпейсіз. Естір құлақ болса үніміз жетсін дегеніміз.